Саламатсыңдар ма, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге Жылқы мен бұғы атты ертегісін айтып беремін. Баяғы ескі заманда жылқы емін-еркін өз бетімен жүрген жабайы аң екен. Ешқандай айдау қайыруды білмепті. Қысты күндері қары жұқа жазық даланы, шөбі қалың тоғайды, өзен бойындағы құрақты жерлерді, көл жағасындағы қалың құлпаны мекендепті. Ал жазды күндері тауға шығып, шалғыны мол сай-салада жайылып жүріпті. Бір күні жылқы қатпар тау арасындағы бір алқапқа барып, сондағы шегін шөпке, көкірай шалқынға малтыға көміліп, бейқам жайылып жүріпті. Өрісі кең, жайылымы жалпақ, көңілі жай екен. Сөйтіп жүргенде осы араға бір бұғы ауып келіпті. Шырайлы алқаптың шөбі мол болған соң, жылқы жетеді ғой деп қызғаныш білдірмепті. Екеуі қатар жайыла беріпті. Келе-келе бұғы осы шырайлы алқапты тек жалғыз өзі ғана мекендеуде мақсат етіпті. Содан көрінген жерге жылқыға тиісіп, мүйіздей бастапты. Тыныштығы бұзылып, келімсек бұғыдан зәбір көрген жылқы арыз айтып, адамға барыпты. Мен тау қойнауындағы шалғынды алқапта емін-еркін жайылып жүредім. Ешкімге кесір келтірмедім. Содан қасыма бұғы келіп, шөпте жайылымда жетеді. Жайылым мол ғой деп, оны еркіне жібердім. Үндегем жоқ. Бірақ соңғы уақытта бұғы мені мүйіздеп қуа бастады. Тыныштық бермей зәбірлейтін болды. Енді оны өз мекенмен қалай қуамын? Сен көмектеспес пе екенсің? Деп қиыла өтініпті. Қолға түспей жүрген асау жылқының бұл мұңын естіген соң, адам оған шарт қойыпты. Мен бұғыны қуып тастаймын. Ол қолдан келеді. Бірақ мен жаяумын ғой. Ол үшін сенің үстіңе мініп алуым керек. Бұғыдан көрген зәбір жапас үшін жылқы амалсыздан адамның айтқанына көніпті. Сол жерде адам жылқыны ноқталап мініп алады да бұғы жүрген алқапқа келеді. Қолында ұзын сойыл ұстаған адамның қарасын көрген заматта бұғы жан сақтау үшін тау-таудан асып, қалың орман ішіне сіңіп кетіпті. Бұғыдан құтылғанына қуанған жылқы: рахмет саған, рахмет адам, сен менің жалғыз досым екенсің деп өлердегі сөзін айтыпты. Енді мен саған қандай қызмет етсем екен? Сонда адам ойланып тұрып өз қалауын айтыпты. Сен осы шалғында жайылып жүре бер деп ойындағы ісін түсіндіріпті. Одан бұлай сен менен қашушы болма, саған қиянат жасамаймын, көзің жетті ғой. Маған қажет болсаң, өзің келіп ұстап мінетін болайын. Жылқы адамның айтқанына көніп, сөйтіп, содан бері жылқы адамға қызмет етіп келеді екен. Шаруасы біткен соң, адам босатып жіберсе, тау арасындағы шалғынға барып, аунап-қунап жүре береді екен. Ал бұғы адаммен достасқан жылқының маңына жоламай, орман арасын, таудың ішін жайлап, қашықта жүреді екен. Осымен ертегіміз аяқталды. Сау болыңыздар.